Бұл елімізді Европаға танытқан Әміре Қашаубаевтың фонографқа жазған әні. 1925 жыл. Ол кезде интернет жоқ, телевизия деген жоқ. Ал бүгінгі өнерпаздар елге, әлемге қалай танылып жатыр? Хит және хитмен феномені дегеніміз не? Бүгін осы сауалдарға жауап іздейік. Армысыздар, эфирде Астарлы ақиқат. Танымал туынды мен оны тудырушыны хит және хитмен деп бағалайды қоғам. Әннің бағын желідегі байлығы шешеді бүгінде. Миллион қаралым жинап той мен жиында танылғандар сұранысқа, демек табысқа ие. Халық талғамын орындаушы қалыптастырады ма? Әнші репертуарын қоғам билейді ме? Астарын ақтарамыз. Сонымен, бүгінгі біздің бағдарламамыздың алғашқы қонақтары желіде бір айда 10 миллионнан астам рет қаралған Опмай әннің автор орындаушылары Бақай және Азия тобы. Қарсы алыңыздар. Сәлем жігіттер. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Клипте негізі жүрістерің жылдам сондай, қазір баяу шықтыңдар ғой жігіттер. Мен негізінде осы Опмай әнін мұқият тыңдап отырып, 12 акцент таптым. Дұрыс па? Одан көп ау. Ау? Одан көп шығар мүмкін. Одан көп па негізінде? Негізі қанша? Акцент болғанда отсылка болады бір әндерге, немесе биін бәрін қосқанда одан көп болады. Одан көп болады. Демек мен қателестім ғой. Жарайды. Демек соншама адамды сіздер шын мәнінде сынап тұрсыздар ғой. Жоқ, енді сынағанда болғанда бұл әндердің ішінде де жақсы бір қатты бір қалай айтсам болады сізге. Жақсы әндер көп қой негізі, бірақ көбінесе шында да арзан әндер расында да көбейіп кетті ғой. Бірақ бір жағынан енді хит бұл халық тыңдап жатыр оны. Ол жағы түсінікті. Жалпы осы сіздердің өздеріңіздің әндеріңізге қосқан әндердің шын авторлары. Олардың реакциясы қандай болды? Ең қызығы ешқандай қатты бірде-бір әншіге бір ренжіген жоқ бізге. Бірақ әріптестеріміз ренжіген жоқ. Енді Нянчуаның фанаттары болмаса ешкеде ренжіген. Иглз деп атайды ол өздерін. Ренжіп жатқан орындаушылардың өздері емес, фанаттары дейсіздер ғой. Жарайды. Жалпы осы бір әннің тарихына тоқталайықшы. Кімнің идеясы? Айта берейін ба мен? Негізі жазғаны екі кісі бар ғой. Нұрсұлтан мен Бек мырза жазғанда. Бұл кісілер негізі үй ішімен араласады, жақсы қарым-қатынаста. Бек Нұрсұлтан үйіне келіп, не жазамыз енді, мыналарың қайтеді деген ән жазамыз ба дейді, деп осындай бір қалжыңдап айтады. Соны біз Нұрсұлтан іліп алады да аранжировочныйға барып, аранжировкасын жазып бастайды, сөйтіп Бекті шақырып алады да, сол әнді бір куплет, бір қайырма қылып жазып бітіреді. Сөйтіп оны бізге көрсетеді. Ринат Ербол тыңдандашы, мынандай ән шықты, біз өзіміз күліп, жарылып күліп ананы жаздық. Сіздерге қалай өтемекен. Оны біз күліп аламыз да, сол әнді алып, демо нұсқасын алып, жай, ұялымызда жүреді ғой, Монғолия еліне Азия тобының жеке шығармашылық кешімен қыркүйек айында кетеміз. Сөйтіп, сол жақтың табиғат аясында, мына көлдің жағасында, таудың бөктерінде видео түсіреміз. Сол видеоны Инстаграмға саламыз. Сол Инстаграмға барады. Біз 1,5 аптада ол жақтан қайтып келгенше, менің анамның группасы бар, класстастарының. Сол жаққа сол видео келеді ғой. Сол кезде мен демек халыққа ұнап тұр ғой, оны ары қарай жалғастыру керек ау деймін деп. Сөйтіп Нұрсұлтанға жазайық десе, ол енді ары қарай ақындарын тауып жазсыңдар, сөздерін барлығын корректировать етсеңдер деп ше. Сөйтіп оны Ринат Зайытовқа көрсетеміз, Аян Сейітовқа, Қайнар Бағдәулет Арыстан. Кімге көрсеттім ма? Қайнарға. Қайнарға көрсеткен. Сол осы үш ақынға көрсетеміз, олар бас тартады. Біз бұндай әнді жаза алмаймыз. Ринат Зайытовқа бір дейін дұрыс серьезный ән жазсыңдар, сендер уже үлкейтіндер ғой, 30-дан астындар ғой деп айтады. Сөйтіп Нұрсұлтан
соны жаза алмаған соң ешкім өзі жазып бітіреді ғой бек екеуі. Қойшы екеуміз отырып студия жазайықшы дейді да. Барлығын әкеп көрсетеді. Біз ол күлгеннің үстіне одан сайын күліп, жақсы бір дүние болайын деп тұр деп әнді жазып, бейне баянды түсіріп, YouTube желісіне жібердік. Бірақ бір әнді тыңдаған кезде бұл ән қазақ тарихында бірінші ән болып тұр. Пародия, стёп, әзіл, сыни ән. Бұны шетелде Eminem істеді, Pink жасады, тағы да басқа топтар бар, бірақ мен аттарын қазір ұмытып тұрмын. Осы жайында естігенмін. Негізі бұл заңдылық екен, ондай. Пародия қылып, сыни әзіл ретінде жеткізу бейнебаян. Бір нәрсе өткетейік, соңғы Төреғали бауырымыз келіп қалды студияға. Өзінде айтатын жер болған. Соңын айтты, жігіттер әзіленмен жақсы шығарыпсыздар, бірақ мына соңғы куплеттерде кішкене припевте халыққа бір керек нәрсені берейік деді. Сол бір тарихи сәтке қайта оралайықшы, әріптесің үйіне келген. Шабытты қайдан алдың? Жастардың өзінің тілінде еркелетіп жеткізген түрім ғой. Опмай, мыналарын қайтет деген ән жазамыз ба, не қыламыз деймін да Нұрсұлтанға. Бұл енді өзінің ойын айтады. Екеуміз әзілдесіп отырып, жаңа кетік студия деп, сол жақтан шығып кеткеннен ойда жоқта. Бірақ сөздерін анадан мынадан алып дегенмен де керек болып тұр ғой сондай ән. Жарайды. Халықтың енді осы әнді тыңдағаннан кейін реакциясы қандай болып жатыр? Бірге көрейік. Экранға назар аударыңыздар. Al klassester gayda. Al klassester gayda. Ойбай. Мына келін қайтеді. Ал біреулер Астанада жоқ дейді, ал біреулер Алматыда бар дейді. Шымкенттің қыздары сын дейді. Жігіттер, жалпы өздеріңіз осындай феномен болуы мүмкін деп ойладыңыздар ма? Феномен хит болатынын білдік, бірақ мынандай феномен болады деп ойлаған жоқпыз. Бізге бірінші миллион қаралым қызық болды. Өйткені Азия тобында, Бақай тобында қаншама жылда 700 мың, 800 мың ғана қаралым қараған ғой, енді біздің дәл осындай болады. Бірінші миллион қызық болды, одан кейін әрі қарай кете берді, миллиондар жалғасы. Неге ұнап қалды деп ойлайсыңдар? Неге ұнап қалды болғанда барлығының көкейінде жүрген нәрсені айтқан сияқтымыз біз. Сахнадан сән кетті, әннен мән кетті. Сөздерден жан кетті. Сөздерден жан кетті. Біздің студиямызда аса құрметті Роза Қуанышқызы отыр. Көп рахмет келгеніңізге, уақыт бөліп. Осы бір әнге өзіңіздің бағаңызды берсеңіз, кәсіби маман ретінде. Қазір кездерде тойдың әнін орындаған әнші табысы да жақсы, көрерменге көбірек көрінеді. Бұл әншілердің енді таланты жоқ деп айта алмаймын. Бұлар арнайы сол көрерменнің талғамына қарай арнайы жасайды. Әйтпесе мен мына Нұрсұлтанды білемін, өте жақсы музыкант екенін. Мысалы, ол кісінің әндерінде тыңдап жүрмін, топтарының да әндерін жақсы білемін. Бұл енді арнайы жасалған формат. Қазір тойдың форматы дегеніңіз, ол билеу керек, жаңағы тойда көңіл көтеру керек. Көбінесе тойдың әндерінің барлығы сол арнайы тойдың форматында жасалады. Майда тойдың әннің бірі дейсіз ғой? Әрине, себебі көңіл көтеріп жүрген адамға оның сөзі тіпті мағынасы, оның ешқандай айырмашылығы не айтып атқан. Ритмі, көңіл күйі, жақсы компьютермен жасалған аранжировкасы, бүгінгі стильменен. Одан кейін сахнада шығып тұратын аппараттың дыбысы, мысалы. Сондықтан енді өзіңіз ойлап қараңыз, көңіл көтеруге келген адамға бұл әннің ритмі керемет келіп тұр.
Рахмет. Роза апайымыздың той әні дегенмен келісесіздер ме, жігіттер? Естімей қалдым. Той әні дегенімен келісесіз бе? Енді Роза апайға Опмай. келісеміз, Роза апайға. Жоқ, мен тек қана тойды кіріп айта алмаймын, неліктен мысалға мына дискотека болды ғой мысалы кезінде. Сол дискотека бар, алаң бар, халық үшін жасалған. Халық үшін жасалған. Тойды болғанда енді мереке кезінде қойылатын ән деп айтып отырсыз, дұрыс. Иә, бұл мерекенің адамның көңіл көтеретін әні. Сарапшылардың сауал, пікірлері? Менің ойымша қазір шыны керек әндер бір үш топқа бөліп отырмын өзім. Бірінші тойдың әні, екінші ойдың әні, үшінші бойдың әні. Бірінші ол түсінікті. Тойдың әні яғни Ақмаржан болса, ойдың әні мысалға Роза Рымбаева дейді. Үшінші бойдың әні ол Бақай, Азия. Әр адамның, әр заманның өзінің тыңдармандары болады. Әр заман өзгерген сайын адам да өзгереді, адамның талғамы да өзгереді. Бойдың әні, сонда ол... Билеуге арналған. Билеуге арналған, иә. Бой өсірсе мен оны тыңдай беретіне мәселе. Роза Қуанышевнаның өзінің тыңдармандары бар, Азия мен Бақайдың өзінің тыңдармандары бар. Біз ешкімнің құлағына да, аузына да қақпақ бола алмаймыз. Рас па? Ол орындала беру керек. Бірақ дегенмен де Роза Қуанышқызының әндері тарихта қалса, Азия мен Бақайдың әндері тарихта қалмауы мүмкін. Өйткені олардың әндері уақытша табыс табу әні деп мен білем. Бірақ дегенмен де бұндай әндерге мен қарсы емеспін. Неліктен, егерде мүмкіндік болып жатса, жасын, билесін, халықтың көңілін көтерсін. Бірақ әнші шут болмау керек, клоун болмау керек. Осы жерде мен Бақай мен Азияның орындаған әндер қатты ұнады несімен, сөздермен ғана. Және де ритм. Келесі кейіпкерімізбен шағын жарнамадан соң танысатын боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Танымал туынды мен оны тудырушыны хит және хитмен деп бағалайды қоғам. Әннің бағын желідегі байлығы шешеді бүгінде. Миллион қаралым жинап той мен жиында танылғандар сұранысқа, демек табысқа ие. Халық талғамын орындаушы қалыптастырады ма? Әнші репертуарын қоғам билейді ме? Астарын ақтарамыз. Шында да тойда класстастар болу керек емес, тағы да дейді. Класстастар қайда дейді. Содан шыққан ғой негізі класстастар қайда деп. Өздерің өлеңнің сөздерінің мағынасыздығын сынап тұрсыңдар. Ал осы өлеңдеріңнің өздерінің сөздерінде мағына болып тұр ма? Отпен ойнайтын ақымақ әншілер. Мен бағдарламаның басында айтып жаттым ғой, Опмайда мен 12 отсылканы есептеп шықтым деп. Сіздер одан да көп деп отырсыздар. Осы әнде қолданылған орындаушылардың аты жөндерін атап өтсеңіздер өздеріңіз. Кімдердің әндерін қолдандыңыздар? Және алмен санап тұрам. Астанада жоқ. Ерке Есмахан. Ерке Есмахан. Алматыда бар кім? Жігіттердің әні бар ғой, жігіттердің несі бар. Кушкалиевтің Шымкентте қыздары зың-зың-зың. Аспанға қараймын. Аспанға қараймын. Чип-чип-чип. Псай. Кентал, құдағы ембелемей, ең қызығы мына 6-шыда қазір тоқтай тұрайықшы құдағы деп. Негізі мына айтады, нағашы жұрт билеп жатыр, мына билеп жатыр, ана билеп жатыр, құдағы ембелемейді дейді. Сосын ойланып отырады да, шында да тойда класстастар болу керек емес, тағы да дейді, класстастар қайда дейді. Содан шыққан ғой негізі класстастар қайда деп. Сосын тағы ары қарай кете берейік. Айттық қой. Сосын 7-ші 91, иә. 91. Артур Райым. Түсінмен ұргір бар ғой. 8-9 кім айтады? Азия мен Бақай. Рахымжан Жақайым. Сайлаубек. Ойында неге кірмейді? 8-9 басқа бір айтады, Сәтенов. Жоқ, Рахымжан Жақайым айтады. 11 болды ма? Енді биіме келетін болсақ, Псайдың джентльмені. Сол жақтағы би. Сосын мына қазір өте танымал болып отырған Скибидидің биі. Бірақ оны көбісі Скибиди екен білмейді екен, біздің биді ойлап жүр екен. Ал енді отсылка осы 13 отсылка. 13 деп санадың сен, мен сәл біреуінде ғана қателескен екенмін ғой, ондай болса. Жақсы. Сонда осы 13 орындаушы, былайша айтқанда, қазақ өнерін не сын келтірушілер ме? Сіздер оларды шын мәнінде сынап тұрсыздар ғой?
мен айтып отырмын ғой, сыни әзіл ретінде Астары бар. астарлап жеткізу ғой. Қазақ ешқашанда тура бетке айтпаған ғой, астарлап қана жеткізген. Енді оны түсіне білсе, бейбіт ұмытып кетпіз ғой. Айттым. Санамай қалған. 14 бейбітті айтпадық қой. Мысалы, бейбіттің мысалы өнері барлығы ұнайды бізге. Барлығымыз біздің өнерде жүрген бауырларымыз, біз ешқайсына бір қатты бір не айтып отырмыз. Пародия ғой бұл да. Бір жағынан да. Бізге ең қызығы ана шудың бойында айтқан жігіт мысалы, Ахан Отыншиев. Соның продюсері бар Ринат Сатпаев деген. Сол кісі бізге келіп айтты, неғып біздің шудың бойындағы қоспадыңдар деп ренжіді бар. Неғып қоспайсыңдар, ол да оқиды деген сияқты. Неғып бізді кірмей қалды сіздердің әндеріңе деп. Енді кірмей қалғандар ренжіп жүр ма? Сондайлар да болды шыны керек. Асхат Тарғын мырзаның бар ма бұл опмайда? Чип-чип бар. Ондай болса... Анық айтып тұрмыз. Ондай болса осы сол кісіні шақырайық ортамызға. Асхат мырза, төрлетіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз. Сонымен Асхат мырза, сізде опмайда бар екенсіз. Бірақ жас буын сізді сынап жатыр ғой. Сахнадан сән кетті, әннен мән кетті. Және сіздің әніңізді қолданған. Сізде барсыз. Инстаграмнан, әр жерден, интернет желден көрдім, билеп жатқанын, қызып жатқанын. Бірақ сөзін толықмен тыңдамаппын, шынымды айтайын. Бірақ арасында мына әндер шығып кетсін ба деген жері бар екен. Біреудікін көріп қалдың десең. Бірақ енді не дейміз енді? Ән жақсы шыққан. Түсінікті. Қазақта өзін ақтау үшін біреуді кемсітуден асқан әдіс жоқ дейді. Бәлкім жігіттердің қолданып отырған тактикасы осы бір мәтелге сай келе ме? Қалай ойлайсыз? Білмеймін енді, жігіттер әйтеуір осы әнді жаздырып жатыр едік, бір ән жазып жатыр едік деп Бек бауырымыз звондады. Сен әніңді қосайық деп едік деп. Сосын мен түсінбей қалдым енді, мен айтайын деп жатсың ба деп. Жоқ, сөздерін қосамыз деді. Жарайды, көреміз дедік, сонымен кездесеміз деп уақыт өтіп кетті біраз. Содан тағы хабарласты. Сосын сұрадым нақтылап. Шынымен не істейін деп жатсыңдар? Жалғыз сіздің әніміз барлық әндерді қосып жатырмыз деді. Сондай әзілдан пародия сияқты болады деді. Ал біздің сарапшылар не деп ойлайды екен? Қазақта өзін ақтау үшін біреуді кемсітуден асқан әдіс жоқ деп. Бұл опмай соған сай келеді ме? Қалай ойлайсыздар? Балалар айтып отырсыңдар, иә? Мына музыка құдіретті өнер ғой. Солай ғой, Роза Қуанышқызы. Ал енді осыны қалай шығарғандарыңа қарап отырсам, ерігіп, питіп жүрсіңдер де, бірің үйіне бірің бара сапсыңдар де, осы не істейміз де, қайтеміз де, сондай жағдайда шығара сапсыңдар. Өздерің өлеңнің сөздерінің мағынасыздығын сынап тұрсыңдар. Ал осы өлеңдеріңнің өздерінің сөздерінде мағына болып тұр ма? Неге сендерге ана танымал жақсы ақындар сөз жазбай қойды? Неге жазбай қойды? Неге Ринат жазбай қойды? Неге Аян Сейітов жазбай қойды? Осындай халық дейсіңдер. Сендер сенімдісіңдер ме? Осы әндеріңе кәдімгі түгел қазақ халқы бас иіп тұрғандығын жоқ, азғантай топ десеңдер бір сәрі. Көңілдендіреміз, күлдіреміз, өзің сақ-сақ күле бересің балам. Ал сонда қазақ халқы өмір бақи күліп өтеді дейсіңдер ме? Сендердей азаматтар ойланып, толғанып, кереметтей жақсы музыкамен ән тудыратын кездерің емес пе бұл? Қашанғы өстіп күліп жүре бересіңдер. Апа, мен айтайын. Мына сөздердің мағынасына мән беретін кездерің жетті. Соны сынап тұрсыңдар өздерің. Ал өздеріңнің алғандарыңда бір сөз жоқ. Былай дейді, жаңағы 1, 2, 3, 4 жаңағы алғы қырылдағы жігіт Сайлаубек па? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ағашты кесір кесалқа. Сонша 6 сан есімді санап болғанда айтайын дегені кесалқы ма? Не деген сөз кесалқа? Қай қазақ мағынасын айтып бере алады? Бұл не деген бейберекеттік? Бұл не деген сұмдық енді? Өлең деген поэзия. Поэзияға поэтикалық көркемдік керек, оған образдылық керек, оған мағына керек. Күліп тұрған ол есірек топ, халықтың санасыз бөлігі, ол тобыр. Ал қашан ойландыратындай ән болады? Қашан халықтың жаңағы рухын көтеретіндей ән болады? Жауап беруге мүмкіндік берейік, ке? Жауап бересіздер ме? Сазгер ретінде айтайын. Жалпы ән әлемі дегеніміз не? Адам деген ән жазған кезде әнменен мен әншілерді 2 топқа бөлем, осы ажыратып алып 2 топқа бөлем. Біреу отпен ойнайтын ақымақ әншілер. Отпен ойнайды. Ол бала сияқты, отпен ойнап отқан бала сияқты тасайса шөп өртенеді, тасайса үй өртенеді.
тастайсыз да елді бүлдіреді, осындай ақымақ әншілер бар. Және бір қолменен әлемді әлдейлеп тербететін Роза Рымбаев отыр қасымызда, Роза Бағланова, бұлар Әміре Қашаубаев, бұлар елді тәрбиелейтін сондай бір парасатты әншілер. Парасатты әншілеріміз бізде қазақта қазір тірі жүрген ары кетсе бір 10%-ға жете ма жетпей ма, ал енді біздің отпен ойнайтын ақымақ әншілеріміз 50-60%-дай болады. Орташаларын айтпай-ақ қояйын. Мен мына балаларды жақсы көріп отырмын. Неге? Біз қазір әншілер не айтса, халық соны тікелей қабылдайды, солай өмір сүреді. 91 деген озбыр халықтың арзығындары шықты. Енді нақтыласақ осы кейіпкерлерімізді. Айтып болайын, мен соны айтып отырмын ғой. Бұл елдің азғындары шықты. Және опмай деген мағынасыз, мәнсіздікке итермелейтін сондай бір ақымақтар шықты. Бұл балалар соларды мазақ қылып, сендер үйтпеңдер, мына сияқты ноқалай болмаңдар деп айтып отыр. Ырзамын осы балаларға. Пародия керек бізге. Қажет. Сендер сияқты жігіттер керек. Анасы бұдан да мазақ қылыңдар. Ана оңбағандарды табанасы таптап беріңдер. Отырғанға жақта Әлияны айтқан адам отыр ғой. Назға орындатқан адам отыр ғой қасымызда. Осыған үгіттеңдер. Талантты жігітсіңдер, білем сендер. Рахмет. Сендердің әндеріңді жақсы білем. Айналайын. Ырзамын сендерге. Сендер сияқты жігіттер көбею керек. Қазір шағын жарнама. Бұл астарлы ақиқат, бізбен бірге болыңыздар. Танымал туынды мен оны тудырушыны хит және хитмен деп бағалайды қоғам. Әннің бағын желідегі байлығы шешеді бүгінде. Миллион қаралым жинап той мен жиында танылғандар сұранысқа, демек табысқа ие. Халық талғамын орындаушы қалыптастырады ма? Әнші репертуарын қоғам билейді ме? Аттарын ақтарамыз. Мария Магдалинаға жаңа өзің айтқандай кім екенін білікті, ойбай ұят болды ғой деп, Мария арман едін қылып өзгертіп. Сіздерді жеңіл-желпі әншілердің қатарына қосты десек болады. Біз осы опмайдың алдында мен жастарға сенемін деген әнді жаздық. Сіз сол әнді тыңдадыңыз ба, естідіңіз ба? Мен осы тұста Асхат мырза сізге сауал қойып келіп отыр. Сіздегі Марияның тегі қандай өзі? Жоқ, маған айтыңызшы. Мария Магдалина, Мария қалай? Мария арман едім деп өзгерттім, солай айтып жүрмін мен қазір. Қазір арман едім деп жүрсіз, негізі Мария Магдалина деп айтып жүргенсіз, Мария Магдалина деп айтылып кеткен басында. Бұл әнді мен жаздырғанда бұл жерде мен хит болатын білген жоқпыз да. Олай тойда жүргесін. Қателікті түзейсіз бе? Жалпы негізі ол Магдалина ғой. Мария Магдалина құдай ғой, оның шіркеуі бар. Ол сұлулық тәңірісі өз ежелдегі гректің. Түсініңіз, мен айтайын енді. Соған осындай жеңіл ән шығаруға бола ма? Адамдардың құдай емес қой. Қазір сұрақты қойып алайық, осындай көтеріңкі әнге діни қаһарманды ұлықтау, оған ғашық болу қаншалықты дұрыс? Не үшін? Не мақсат? Бұл айтайын, бұл Италия елінің әні. Негізінде итальянша Мария Магдалина деп айтылатын. Бірақ мен шыны керек Мария Магдалина кім екенін де білген жоқпын басында. Мен ол кезде Ақтөбеде жүрдім да, осы әнді тек тойға арнап жаздырттым. Аяқ астынан хит болып кеттім. Мен мысалы оны хит болсын деп жаздырған жоқпын. Сосын кейіннен өзгертілді. Мария Магдалинаға жаңа өзің айтқандай кім екенін білікті, ойбай ұят болды ғой деп, Мария арман едін қылып өзгертіп, қазір мен сол Мария арман едін деп Магдалина Мария емес, ол ауылдағы Мария. Қалай сіз әнді айтып тұрсыз, әдеби сыншыға сөз берейікші. Бәлкім біздің көрермендерімізде Мария Магдалинаның кім екендігін білмей тұрса, осы тұста бір нақтылық енгізіп жіберіңізші. Жоқ, мен енді мына жерде балалар, сендердің мына сиырдың бүйрегінде әндеріңде шаруам жоқ. Мына Асхатқа баяғынан мен ыза болып жүргем, Асхат айтайын. Айналайын ау, қазақтың Мәриямына шығара салмайсың ба? Ол болмаса Мариям Жагорқызы сияқты бір орыстың Мариясына шығармайсың ба? Мария Магдалина гректің сұлулық құдайы. Ана ол жалаңаш денесімен тарихта қалған. Біз қазір Мария Магдалина Уже опмайда Мария кетіп қолданылуы жөнінде айтып тұрмыз. Өйткені бізде Асхат мырза студиямызда. Азия тобы мен Бақай тобы ренжімеңіздер бір минут. Бұл кісілер негізі баяғыда бағасын алып қойған.
бұларға хит жазу керек емес еді негізі. Бұл кісілердің өзінің белгілі бір деңгейі бар еді. Мысалы, Роза ханымды ауылдағылар қалай бағалайды? Роза ханым Ресейге барып, Ресейді мойындатқан біздің қазақтың әншісі деп мойындайтын тұғын. Азияны да солай мойындайтын. Кейіндер осы әннен кейін сіздерді былайша айтқан кезде көпшілік, мынау пәтуәлі сөздің парқын білетін азаматтар сіздерді жеңіл-желпі әншілердің қатарына қосты десек болады. Ол шындыққа келе беру керек. Одан қайда өздеріңіздің толқындары керек деп ойлаймын негізі. Жоқ, сен тарихта қалмайды дедің ғой, ғажайып күй не қалмайды? Қалмайды, 30 күн адам, 30 күн адам намаз оқиды да өлер шағында арақ ішіп кетеді ғой. Тура сондайда бұлар мына өздерінің шегіне келген кезде мынау сәкендердің артынан, мейрамбектердің артынан ерудің орнына бұлар келді да андай арзан пародия жасады. Бұндай жағдай бұл әншілерге жараспайды. Ереке, мысалы, сен неге ағылшындардың мысалы хайп жасайын деп Американың кемпірінің рөлін ойнамайсың? Сен қазақтың кемпірінің рөлін ойнайды, дұрыс па? Қазақтың болмысын келтіреді. Жоқ, салыстыруға келмейді. Жаңа апайымыз айтып, мен жастарға риза емеспін дейді. Бұл кісілерге біз еліктедік қой, бұлар білмейді мысалы. Мен өткенде бір әңгіме естідім, бір ағадан. Ежелгі гректе дейді, бір тастау болған екен дейді да, сөйтсе сол жерде жазылған екен дейді. Қазір жастар бұзылды деп. Сол кезде ол бізден 50 жас үлкен адамдар бізге риза болмайды ол. Ертең біз де 50 жас кіші адамға риза болмаймыз. Риза болмайсыңдар. Шәмші Қалдаяқов ағамыз, Мұзафар Әлімбаев ақын атамызға барған кезде сөз жазбаған ғой. Сөз жазбаған, менсінбеген. Қазір қазақ вальсінің королі ғой енді Шәмші атамыз. Ол кезде ақындар менсінбеген, Қадыр Мырзалиев менсінбеген. Немене бәле мына ән деп. Жоқ, ондайлар сөздің қайсын түсінетін азаматтар. Ол ертең бар ма? Ертең біз алысқа келген кезде ойбай-ай, опмай күштет деп отырамыз. Жоқ, Ерболат, олар мен сізге айтайын. Мен білем. Ереге, ондайлар сөздің мән мағынасына мән бермейтіндер көп, бірақ мән мағынасына беретін азаматтар тірәлі. Ондайлар бар. Жоқ, тек қана осылар тыңда деп жатқан жоқ қой сізге. Басқа әншілер тыңдаңыз, пожалуйста. Ертеңгі әншілер бүйтіп тыңдайшы. Мынандай зат бар. Көпен Әміреев деген сатирик бар. Иә? Көпен келе жатыр. Көпен келе жатыр. Мықты сатирик. Білімді. Қандай жазады. Ол мықты, өте биікте тұрып, төмендегілерді сынап ит қылып жібереді. Өйткені әдебиеттегі халтуршылықтарын ит қылып жібереді. Көбінен шошиды. Мына жігіттер, биіктегі жігіттер, ана халтуршылықтарын мазақтап тұр да бұлар ше. Қажет. Ана халтуршылық дегеніңіз кім? Міне вот Асхат ағамыз қасында отыр. Асхатты айтайын. Сөйтіп тұр ма? Ол дұрыс па қалай? Асхат, ол өзі ән жазам, ол елге жасайым деп Роза Рымбаева сияқты біз Әлібек Тынышев сияқты айтқан жоқ. Тойға алып барған нәрсесін ел алып кетті. Асхат Байғұс бұл жерде өзімен өзі тартысқа түсіп қалды бұлар. Бізде қазір қалаға керек бір минут, чип-чип деген негізі Асхаттың соңғы әндерінің бірі. Асхаттың сіз концертіне болдыңыз, негізі 40-50 әні бар, тыңдап көріңіздер. Жоқ, Асхаттың дұрыс. Я болмаса сіздердің осы үшеуіңізге Асхат домбырамен ән айтып берсін. Семьяда 10 адам дейді. Соңғы сауалды осы пікірталасты Асхат мырзаның өзіне қояйық. Тоқтанау сөзінің тобықтай түйінін қойып беріңізші. Сонымен Мария Магдалина болып өзгертіледі ме? Жоқ әлде Мариям болады ма? Не болады? Жоқ, Мария Магдалина ол алдағашын өзгертілді. Бейнебаян түсірілгенде де Мария Арман едім деп түсірілді. Сол бір кездері қате айтқаныңыз үшін көрермендеріңізден кешірім сұрағыңыз келеді ме? Жоқ, ол енді шығып кеткен ән ғой. Әрине, көрермен мен үшін қымбат, халық мен үшін қымбат. Өйткені біз халықтың арқасында көтеріп отқанда әншіні өсіретін де халық, өшіретін де халық. Сондықтан әрине мен халықтан кешірім сұраймын, ол үшін ұяты жоқ оның. Бірақ мен болашақта халыққа жақсы бір сусындататындай жақсы әндер беремін деген ойдамын. Алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы дөңгелек солай жүреді дегенде ағаларымыздың, апкелеріміздің соңынан жүреді. Жақсы, Дина, мен бір сөз айтып жіберейін. Бір минут кешіріңіз, сосын оралатын боламыз сіздің пікіріңізге. Бізбен бірге осы бағдарламаны психодиагностик маманы қарап отыр. Яғни сіздердің іс-қимыл әрекетіңіз, өздеріңіздің қалай ұстау қабілетіңізге қарай, сіздердің психологиялық портретіңізді жасап бере алатын адам. Шынын айтып отырсыздар ма, жоқ әлде өтірік айтып отырсыздар ма? Сол маманға қазір кезекті берейік. Айгүл ханым, сізбен экран арқылы тілдессем деп едім. Осы бір жігіттерімізге қандай бағаңызды бересіз? Қайырлы күн. Ербол мырза келгеннен бастап өте көшбасшы екен білініп тұр. Қанша топ отырса да өзін тек алға қойып, ешкімге сөз бермей, қайта-қайта өзін көрсетіп отырды. Бұл ойын нақты жеткізетін бар сөздері шындыққа ұласады. Және де келгеннен бастап оның аяғын алға қарап отырды және
еріндермен шапшам сөйледі, оң қолдары да көп қимылдауда, ойын нақты жинақтап, ортада өз еркінмен отыр, бар сөздері шындыққа ұласы отыр 100%. Демек өзінің лидер екендігін байқатып отыр. Көшбасшы екен өте білдіртіп отыр. Рахмет. Ринат Мырза келгеннен бастап ортаға өзін еркін ұсталмай отыр. Қобалжу үстінде. Қанша пікір талас айтып отырсыз да, соны ойын жинақтап, қандай ой айтсам екен деп ойлану үстінде тұрды. Және де қолына ермен көп қимылдау үстінде көп ашуға көп ашуланып, ашуы тез тарқайтын белгісі. Және де қолмен көп ұстап отырды, ол қолдардың белгісі көп ойлану үстінде, көп ойланып бір нақтыға шешім келетінің белгісі. Сіз қазір кім туралы айттыңыз? Тағы да бір нақтылап жіберсеңіз. Ринат Мырзаны айттым. Ринат Мырза туралы айттыңыз. Рахмет. Қазір Асхат Мырзаны айтамыз. Асхат Мырза келгеннен бастап өзін сабырлы ұстауда, және дауыс ырғағы бір өзгерместен болды, бір қалыпты болды, және де оң қолын арасында қимылдап қояды. Ол шындықтың белгісі. Екіншіден, қаншама агрессиялық сұрақтарға қойып, бір ашуға берілмеді. Мінезі бір қалыпты, мейірімді, бар айтқан ойлары, сөздері шындыққа ұласуда. Бәрекелді. Рахмет. Тағы да сіздердің көкейлеріңізді өртеп отырған сауалдарды жарнамадан соң қоятын боламыз. Танымал туынды мен оны тудырушыны хит және хитмен деп бағалайды қоғам. Әннің бағын желідегі байлығы шешеді бүгінде. Миллион қаралым жинап той мен жиында танылғандар сұранысқа, демек табысқа ие. Халық талғамын орындаушы қалыптастырады ма? Әнші репертуарын қоғам билейді ме? Астарын ақтарамыз. Қазір біз жастар шашын бояп жатыр. Кейін Америкадағыдай мына бетінен бастап артына дейін сырға салып кетпесін деген сияқты, соны біз естіп, мен жастарға сенемін деген ән жаздық. Біз жастарға жеткізе алмадық. Неліктен? Өйткені ол тыңдамады. Біз өздерінің тілдерінде жеткізуіміз керекпіз. Өте дұрыс. Жоқ, біз орындауымыз керек еді. Сіздердің бағыңыз. Тәтеміз маған сұрақ қойды, мен жауап беремін. Тәте, сіз бұл әнді соңына дейін тыңдадыңыз ба? Тыңдағанда сөзі қылмайды ғой жаным. Жоқ, тыңдай тұрыңыз. Сіз мен тыңдадыңыз ба соңына дейін әнді? Ән басталғаннан бастап ритм, музыка. Жоқ, балам, мен саған қарсылығым жоқ. Жоқ, қарсылық жоқ, мәселе мен бұл қастыры, темп қастыры, ритм қастыры. Тәте, сіз сөйледіңіз, енді мен жауап берейін. Халық деме, менің тыңдарманым деп қана сөйле. Бүкіл халық осыны тыңдап керемет тұр дегенге мен сенбеймін. Мен халық деп ештеңе айтқан жоқпын. Жоқ, ылғи халық деп отырсыңдар. Жоқ. Сіз маған сауал қойдыңыз, мен жауап беруге рұқсат па, осыны айтайыншы? Рұқсат. Сіз мені бөлмейсіз ба сөзімді? Тыңдай аласыз ба соңына дейін мен сөзімді? Тыңдауға болса тыңдаймын. Бұл әнде біз пародия деп айттық, сыни деп айттық. Бұл эстрада тарихында бар нәрсе, біздің тарихымызда бірінші рет болып тұр деп жаңа бір рет айттым. Тағы да қайталап айтамын. Біздің тарихымызда бірінші рет болып тұр. Роза ханым, соған келісесіз ба сіз? Да, осындай әндерден жинақтан бүкіл қазақ эстрадасына деген пародия, әзіли сынмен сыни жеткізу, ол бірінші рет болып тұр тарихта. Тыңдай тұрыңыз, мен айтып алайыншы соңына дейін. Мен өз ойын жеткізуім керекпін сіздерге. Соңында әндерден мән кетті, сөздерден жан кетті, сахнадан сән кетті. Жігіттер тұғырлы, арулар бұрымды, сыйлаңдар тілімді деп біз айтып тұрмыз соңында. Соңында осы әннің барлығын айтып, біз нүктесін қойдық, тәте. Тағы да бір айта кететін жайт, бауырым айтайын. Мен сенемін жастарға, алашатын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен сенемін жастарға. Талу бар ма, қажу бар ма, тұлпарға, талу бар ма, сұңқарға. Иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Кім жазды? Мағжан. Сізге қойған жоқ едім сұрақты, мен бауырыма қойдым. Мағжан жазды. Мен ойымды соңына дейін жеткізуім керек, сен мені тыңдашы. Сен менен кішкентайсың біріншіден. Сразу айтайын сізге. Сіз мені тыңдап алыңыз соңына дейін. Біз осы опмайдың алдында мен жастарға сенемін деген әнді жаздық.
Сіз соған тыңдадыңыз ба, естідіңіз ба? Біз тыңдамадық. Сіздер айтпайсыз, дәріптемейсіздер ғой? Жоқ, қалай дәріптемейміз, ол да ютубта тұр ғой. Тыңдауға міндетті емес. Жоқ, міндетті емес. Халықтың бәрі YouTube тыңдамайды. Бар екенін айтып отыр, иә. Мен сіздерге айтып тұрған жоқпын. Бейнебаян түсірдіңіз бе? Естіді ма, естімеді ма, соны ғана сұрап тұрмын мен қазір. Мен просто соны ғана сұрап. Его психолог қазір айтады. Жоқ. Мен соңына дейін жеткізіп алайын. Мен ойымды соңына дейін жеткізуім керек. Онда оны басқа бір екпінмен қою керек. Тыңдадыңыз ба екен деп? ютубқа барлық әнімізді біртіндеп барлығын сал. Ой салатын ән, мысалы, мен жастарға сенемін. Біз неге жаздық? Осы біздің жастар шашын бояды. Ол жарайды. Біз 91-ның творчествосын, шығармашылығын тыңдаймыз. Онда алатын жерлері бар, жақсы жерлері бар. Бірақ қазір біз жастар шашын бояп жатыр. Кейін Америкадағыдай мына бетінен бастап артына дейін сырға салып кетпесін деген сияқты қазір үлкен кісілер байбалам салып жатыр. Соны біз естіп, мен жастарға сенемін деген ән жаздық. Мағжан Жұмабаевтың сөзіне жазылған Нұрсұлтанға барып айтты. Нұрсұлтан, осы өлеңге сөзге ән жазайықшы біз, жастарға бір нәрсе жеткізейікші деп. Біз жастарға жеткізе алмадық. Неліктен? Өйткені ол тыңдамады ән. Сонда не істейміз біз? Біз өздерінің тілдерінде жеткізуіміз керек біз. Өте дұрыс. Өздерінің тілдерінде жеткізіп, соңында нүктесін қоюымыз керек біз. Сондықтан біз осындай шаққа бардық. Сондықтан біз осындай қадамға бардық. Мен бітірдім сөзім ойымды. Ербол, менің сауалым. Осы клипте шашын боялған кезде өзің қандай әсерде болдың? Астарлы сатирамен айтып тұр дедіңіз, иә, жеткізіп тұр. Соны астарлы сатира деп жаңағы жастарың түсіне ме? Ой, мына әркімнің жаңағы сыналған өлеңнің бәрі жақсы екен, жақсы болғысын алып тұр екен демей ме? Ал сөздерің сонша мағыналы, неге оны деген жеңіл музыкамен енді? Жоқ, аға, ол сіздер орындамау керек едіңіздер. Сіздер шәкірттеріңізге орындату керек едіңіздер. Біз орындауымыз керек еді. Жоқ, сіздер орындауымыз керек еді. Сіздердің бұл кісілердің өзінің деңгейі бар ғой, мен бұл кісілерді... Олардың сақалдары салбырап тұрған ештеңесі жоқ, әлі жастар ғой немене ол кісілер енді ғана қалысты, иә? Келесі кейіпкерімізді шақырайық студиямызға. Сіздердің әндеріңізге арқау болған, бізді битіп билеткен Бейбіт Қушқали. Сәлем Бейбіт. Қош келіпсің. Жайғаса ғой? Төрлет. Жігіттермен амандасың, баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сонымен Асхат мырзаға қойған сауалымнан бастайын, Бейбіт. Осы әнге сен де кіріп отырсың, акцент ретінде. Бұл сен үшін қуаныш па, жоқ әлде өкініш пе? Жоқ, бір енді қуанамын мен. Себебі біздің шыны керек, енді ондай ойламаппын негізі, бірақ қазір ойлап отырсам, шында қуануға болады. Яғни біздің әніміз, біздің жалпы еңбегіміздің бір бөлігі жаңағыдай пайдасы тиіп жатса, ол нұр үстіне нұр. Ал сенің сыналып жатқаның жүрекке батпайды ма? Мен сыналып деп айта алмаймын, өйтіп айта алмаймын сыналып. Бір үміт. Сынамады деп ойлайсың ғой. Бейбіттің жақсы емесі, Бейбіткіні Нұрсұлтан айтып кетті. Бүйтіп биле, үйтіп биле деп биле өтіп кетті. Ода тұрған ешқандай сын жоқ. Мынау Жамал апай деген апайымыз болған. Өр Алтай, Асқар Алтай, Асқан Алтай, анамдай әлпештеген жастан Алтай деп келетін Жамал Омарова деген мықты әншіміз болған. Соны Шонас Маханұлы былай деп сынады. Айта Алтайды Жамал апай қартайды деді. Сол кезде Жамал апайымыз тағы да керемет әндер жазды ары қарай. Бұл Бейбіт, сен билете берме. Сен Бейбіт мұсылмансың ғой. Сен соған көшшейші деп әдем сынап тұр. Бейбіт одан кейін тамаша ғибратты әндер жазу керек. Ол қажет. Әдемі нәрселерді юмормен де, сатираны тек қана сарказммен айтуға болмайды. Юмор, яғни болмаса жаңағы эпиграмма деген ол сынау емес, эпиграмма достық әзіл. Әнді тыңдаған кезде, мысалы, махаббат жөнінде ән тыңдасаң, сенің өз көз алдында белгілі бір сюжеттер өту керек, дұрыс па? Әнді, картинка болу керек. Сен мысалы Құдай сақтасын түрмеде жатсаң, тыңдасаң, бір әнді, мысалы дәстүрлі әнді тыңдасаң, сен воляда жүрген сияқты сезіну керексің, ауылыңа сағынышты басу керексің. Бұлардың әндерінде сөз жоқ, біріншіден. Екіншіден, бейнебаяндары полный плагиат мысалы. Бүгін бұл жігіттерге сондай ән жазу керек болды. Себебі халықтың жаңа Роза Қуанышқызы айтып жатыр, жалпы халық айтып жатыр, сұраныс сондай болғаннан кейін біз сөйтіп жазамыз. Ең бастысы жаңа ұятты болмаса болды. Экранға назар аударыңыздар, біздің редакторларымыз Бейбіттің әніне халықтың реакциясын жинап көрсетпек сіздерге.
Құдай. Құдай-ау. Ой, молодец. Дұрыс айтасыз, ескі әндердің стилистикасы бар, классика бар. Сонымен қазір заман мынандай да, сіз бір әнге қазір көбінесе ән бұрын музыкамен домбыра сөзге мән беретін еді. Қазіргі заман аранжировканың дейді ғой, енді түсінсеңіз. Әні. Әні жаңа аранжировканың әрлеуі сол әдемі болса болды халыққа. Сонымен қатар осындай бір ілме бір сөз болса болды. Бірақ сіз мынаның сөзін жалпы мағынасын қарасаңыз, ешқандай не жоқ, мағыналы, ақын жазған кәдімгі дұрыс куплеттерін айтамын да. Бірақ осылай бір ілетін бірдеме керек болып тұр да. Иә, дұрыс. Заман сондай болып тұр. Сонда бәрін қажым күні жаза берсеңдер, Құдай-ау, сонда қайда кетеді қазақ? Біздің семьямыз бар. Біз жұмыс жасап, біздің табыс көзіміз осы да. Оны ешқандай жасыра алмаймыз. Сол үшін бізде енді шалып өткен жоқпыз ғой. Бірақ заманауи ретінде жұмыс жасау керек. Мында мысалы простой жаңа Америкада отсын, Фаррелді алайық, 73 жылғы жігіт та, сен музыкасын қара. Тіпті оның мағынасын қарасаң, ағылшынша білсең, вообще мағына жоқ. Оның алдында біздің қазақ мағынасын сақтап келатыр, шын. Осы бір бағдарламамыздың үзіндісін Роза Қуанышқызының сөзімен қорытындыласақ. Осы бір жастарға не кеңес, не ақыл бересіздер? Қазір дегеніңіз әртүрлі стильдер бар. Әртүрлі форматтар бар. Және де айтатын әндердің сөзі де сол бүгінгі өмірден алынған сөздер. Жастардың еліктейтіні олардың заманы қазір. Осы жаңа музыкаға, жаңа форматқа, жаңа биге еліктейді. Өзінің заманы. Уақыт өте келе саны кетіп, сапасы қалады. Сол 91-да уақыт келгеннен кейін кетеді. Енді көп болса бір 5 жыл жүрер мода болып. Одан кейін басқа бір стиль шығады. Басқа бір жігіттер шығады. Басқа бір би шығады. Басқа бір мода шығады. Сондықтан бүгінгі заман қалай? Біздің өміріміз өнерде де, өмірде де солай жүріп жатыр. Біз қазіргі заманның ырғағының бәріне қарсы емеспіз. Тек қана сонда шіркінай, қазақы рух, қазақы құндылық, сондай бір сарын жатса екен. Балам, ана лидер балам, атаман балам. Саған да сол өстіп, олар сендер енді мына қазақтың арда азаматтарысыңдар, үнемі күлкімен жеңілдікке ұрына бермей, осындай кездерінде керемет әндерді шығарыңдаршы. Сол сөздің мағынасына мән беріңдер. Сол өтінемін. Сонымен бүгінгі бағдарламамызды әңгімемізге арқау болған Опмай әнімен тәмамдасақ. Азия және Бақай тобының орындауында. Қымбатты көрермендер, сапалы әндер көбейсін. Сау болыңыздар. Опмай, опмай. Опмай, опмай. Опмай, опмай. Мыналарын қайтеді. Ал біреулер Астанада жоқ дейді. Ал біреулер Алматыда бар дейді. Шымкенттің қыздары сың дейді. Ақтөбенің қыздары тың дейді. Құдаларым билеп отыр дейді. Құдашалар билеп отыр дейді. Нағашы жұрт билеп отыр дейді. Құдағиым билемейді дейді. Ал кластастар қайда? Үч биле дейді, үч биле дейді, үч биле дейді. Кластастар қайу. Опмай, опмай, мыналарын қайтеді. Опмай, опмай, мыналарын қайтеді. Опмай, опмай. Опмай, опмай. Опмай, опмай. Мыналарын қайтеді. Әзіленген биле, сөзіңе мән берме, ренжіме біздерге. Кластастар биле, қуанышты күнде, әннің сөзіне тиме. Чип, 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 Магдалена қайда? Кейбір жігіт аспанға қарап жұлдыз
болмай тағы дейді дейді олар мені мүлдем түсінбесін дейді жыламана симанама кламана клип мұндай түсінікті сөздерге тілім келмейді 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5 маза кетті ғой осындай әндер шығып кетсін бағайын шығып кетсін